Сәлем қыздар, бүгін өте ерекше болып шығатын бантик тәріздес хворс дайындайтын боламыз. Ыдысымызға алдын ала тұзымызды салып, үстінен жылы суымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстінен бір жұмыртқамызды салып, оны да жақсылап араластырып, тұзымыз ерігенше үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Мен қамырды екіге бөліп алдым. Екінші қамырыма мен индийский красительдің кішкене ғана мөлшерде қосып, қамырды жақсылап иілеп, 20 минутқа қойып қойдым. 20 минуттан соң жұп-жұқа қылып жайдым. Барлығын осылай жайып алып, төрпішті қылып, барлығын кесіп шықтым. Одан соң осылай кесіп болғаннан соң, ортасын осылай бір-бір буып шықтым. Одан соң екінші қамырымды дәл солай істеп, қысып тұрған майға 1-2 минутқа қуырып алдым. Өте ерекше қытырлақ болып шығады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша қойытылған сүтті үстінен сеуіп, оның үстінен мак немесе сахарный пудра сеуіп, дастарханға қойсаңыз болады. Дайындап көріңіз, өте ерекше болып шығады. Арнама тіркеліп кетіңіз, күніге жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.